Сәлем достар, біз бүгін сіздермен клярдағы баклажан жасайтын боламыз. Мен 3 баклажан қуырдым. 2 жұмыртқаға тұз, бұрыш, паприка, кориандр салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды, сүтімізді құйып, бір келкі блиныйдың қамырындай масса болғанша араластырамыз. Бір келкі масса етіп әбден араластырып алғаннан кейін алдын ала турап, тұздап қойған баклажандарымызды жақсылап судан құрғатып, осы клярға салып, қызып тұрған майға пісіретін боламыз. Майды бір қыздырып алғаннан кейін орташа отта ұстаған дұрыс. Баклажанның бір жағы шамамен 1 минутта қуырылады. Екінші жағын аударып, тағы да солай 1 минут қуырамыз да, міндетті түрде шығарған кезде қағазға немесе салфеткаға түсіріп аламыз. Кез келген нәрсені тағамды қуырған кезде естеріңізде болсын, қағазға бірінші түсіріп алса, артық майы кетіп, сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізбейтін болады. Оңай әрі жылдам, жазды күні әсіресе таптырмайтын жылдам тіске басарлардың бірі. Егер чесночный соуспен жейтін болсаңыздар, өте дәмді болады. Чесночный соустың рецептін комментарийде қалдыратын боламын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.